бесінде мамырдың қанаты қаққанбыз. Жас түлек деген кеудеге лента таққанбыз. Соңғы қоңырау сыңғырыменен асаға балалық шақтың есігін неге жапқанбыз. Қызығып жасыл күлгінге балалық өтті білдің бе? Мүмкіндік жоқ қой сол күнге барып қайтатын бір күнге. Тату боп кейде керістік, керіссе қайта келістік. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Kettik mi? Aydarlı yüzlerinin, akıllı sözlerinin, alıştık yıl ucunda, gönlümde gezdirmedin. Кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, қандай жақсы. Амандық болсын дейін, болсын дейін, болсын дейін, қандай жақсы. Кездескен қандай жақсы. Қандай жақсы
Terus Briga, terus terus Briga. Шабалап қойсаңыздар болады бәрекелді. Ескен осы кеште бұлардың көзілеген жастар талай күн көптің көңілі толған кезде алаңда күтіп бұзы сейілбейтін табанда маржаны мол дариясы тұңғиық аңқылдаған барша құрметті сынап тастар жыра жолдастар аман ба деп кеш қойды бұзды бірді бұл шабаларды қояйық бәрекелді. Сынамаймын дос шараны көп менің, олар жоқта қуанышым жоқ менің. Достар жаратқан жанымды, достарым менің жаймашуа көктемдей. Дос деген біздің әніміз, дос деген біздің сәніміз. Досы жүрсек өмірде, не болар екен әлеміз. Сыртынан келіп жоғалмас, осылай жүрсек бәріміз деп. Бүгінде кереметтей, елім жылдық кеш, құтты болсын десеңдер, тағы бірді бол Қызылорда облысы Арал ауданы Бөген ауылының нөмірі 20 орта мектебінің 1974 жылғы бітірушілер 50 жылдық құтты болсын Құдай қаласа. Бастарыңыз заман бауырларыңыз бүтін болсын. Алланың қалауымен 60 жылдықта, 70 жылдықта, 80 жылдықта кездесуді Алла тағала нәсіп етсін деп қойыңыздар. Ал енді бұл жерде енді қыздар бір қол көтеріп қойыңыздаршы, қыздар түлектер. Так, бір қыз, 2, 3, 4, 5, қыздар, қыздар қол көтеріп қойыңыздар, қатты көтеріңіздер қыздар. Бір қыз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 қыз, әлі қыздай қояды. Тұрмысқа шықпаңыздар ма әлі? Әдемі болып тұрсыздар бұл. Мектепті кеше ғана бітіргендей болып тұрсыздар. Ал енді ер азаматтар қол көтерейікші. Ер азаматтар, бәрекелді. Сіздер енді сақтардай қапсыздар. Рахмет, Құдай қаласа әрқашанда мінекей жүздеріңізден бүлгі кетпесін. Осындай бір достардың арқасында кереметтей бал-бұл жайнап, осындай бір сыйластықтарыңыз, достарыңыз әрқашанда мәңгілік болсын дейміз. Бұл енді ерекше доспен негізінде бір партада оқып, осындай бір кереметтей енді бұндай достар жетпейді. Сіздер жан жолдассыздар. Құдай қаласа осы достар әрқашанда мәңгілік болсын. Енді керемет ақты кезегімізді, кешімізді сіз болып, біз болып бастайық. Кеш құтты болсын бәрекелді. Керемет ақты кезегімізді Бөген елінің бір баласы, 50 жылдықтың төрағасы, мектепке қоғамдық жұмысын білетін, бақыт біздің дәрігер болып сауатты, Бөген өзіне қаратты деген бірге бақыт пенен алмаға бір дүбіл шамалар көзіңізді құрылады бәрекелді. Светлі болып сол кезде құрылатын, таң ертең сақтап әріп тұрғызатын, Света біздің дружина, возможно дейма, халық қойса көршіға тұрғызатын бәрекелді. Дүбіл шамалар қойыңыздар, ал енді сіздер бір келе ақ тілекті алғанды үшін көріп отырмыз. Бөген елінен келіп отырған, соны қоса кереметтей Света Алматыдан келіп отырған я. 3 адамы берген. Бағыз, Алмагүл,
Света. Ағамыз не айтамыз? Тілек айтамыз ба? Я құрметті класстастар, біз класстастар дейтін едік, класстастар дегенімізде жоқ еді, класстастар. Екісі бар. Мынау 1974 жылы Бөген орта мектебін ойдағыдай бітіріп, мінекей 50 жыл бойы елге еңбек етіп, зейнетке шығып, 50 жылдық тойға келулеріңмен тағы да құттықтаймын. Алла бұдан бұлай 25 жылдықта, 60 жылдықта, 70 жылдықта, тағы сол сияқты жылдарда және 70-ке келген өзіміздің мерейтойымызда кездесіп тұрайық осылай. Үнемі Шымкентте емес, Шымқалада емес, барлық жерде кездесуге біз сіздерге ұсыныс айтамын. Енді Алла тағала сіздерге ұзақ ғұмыр берсін, зор денсаулық берсін. Алла Аллахның қуатын, альхамдулиллахның берекетін берсін. Бәрімізге де Алла тағала жан-жағымыз аман болып, солардың балаларымыздың, немерелеріміздің, шөберелеріміздің қызығына тоймай, осындай өзімізде анда-санда қыдырып, олардан кішкентай демалып алып, аман сау артына қарай жүре берейік. Тағы да құтты болсын, аман болыңдар, сау болыңдар. Жақсы. Ал сыныптастар, класстастар через черточку. Мына біздің тойымыз құтты болсын, 50 жылдық. Осындай тойға жеткен де бар, жетпеген де бар. Біз бақыттымыз, осындай 50 жылдық той жасап, бізден кейінгі кешегі 20 жыл, 30 жыл жасап жатқан біздің балаларымыз. Құдай қаласа сол тойға жетуді бізге де нәсіп етсін деп бізге өздерінше бізге сол тілек тілеп жатыр. Өздеріне де солай тілек тілеп жатыр. Сол енді келген жасымыз құтты болсын, жасап атқан тойымыз құтты болсын. Әлде де осындай тойларды әлде де жылда жасай берейік. Енді алдымызда үлкен тойларымыз бар. 70-ке келетін тойымыз бар бәріміздің. Сол 70-ке келетін тойдан кейін 75 жылдық, 80 жылдық осы тойларымыздың бәрін жасап, осы составымызбен, осы ұжымымызбен жылдан жылға тойдан тойға жете берейік. Балаларымыз бақытты болсын, сол балалардың кәсібіне істеп өсірген берекесін берсін Алла. Сол балалардың қызығын көріп, бәріміз де осы тойдан тойға жете берейік. Құрметті азаматтар, азаматшалар, бүгінгі 50 жылдық тойларыңыз құтты болсын. 50 жылда ел жана деген. Барлықтарыңызда бірінші класста бастап, тарыдай болып, таудай болып шығып едіңдер. Бүгін мінекей азамат пен азаматша болып, 50 жылдыққа бас қосып атсыңдар. Алла тағала тойларың тойға аласын, дендерің сау болсын, отбастарың аман болсын. Әмин. Енді қамада жаңа қамада оқып ек, бірақ бастап атқан кезде бақыт түсінбей қалды да. Біз мынандай бір 4 шумақтан өлең шығарғанбыз. Мына біздің баян ақын қызымыз арада соған кішкене бір жағынан әзілдеп, бір жағынан өзіміздің көңілімізді білдіріп, сол шығарған өлеңімізді тамадан оқып атқан бәріңізге бір-бірінде шығарып дайындап қойдық. Ертең альбомдарыңызға ескерткіш ретінде қыстырып қоясыздар. Бүгін елінің бір баласы, 50 жылдықтың төрағасы, мектепте қоғамдық жұмысты білмейтін, бақыт біздің дәрігер болды сауатты, бөгенді өзіне қаратты. Звено болып сол кезде құрылатын, таңертең саққа тұрып тұрғызатын, Света біздің дружина вожатые, қалып қойсақ бұрышқа тұрғызатын. Ал енді құрметті ағалар, құрметті әкелер, енді жақсылап енді дастархан ашып жарияланды. Енді антын дастан көңілдің парқашылар дейді. Енді сіздердің құрметтеріңізге бір енді жанды дауыста ашықтап берейік. Енді сыр елінің, жыр елінің ақын сазгері өздеріңіздің ұлдарыңыз Шынберген Сүлейменовті тайын шығасыз. Сол Шынберген Сүлейменовтің әніне бастағанды жөн көріп отырмыз, өзіміздің ұстазымыз. Ауылға сағыныш деген бір керемет әсем әні бар бәрекелді. Олай болса, мінекей енді бір-бірлеріңізге
бар кездесіп жүре бергіңіздер, әліңіз тағы да жүгмен болсын, тағы да Шынберген ағамыздың тағы бір керемет әсемәнді кездесеріміз біз әлі. Тек жақсылықта кездесіп жүре бергіңіздер. Көз тояды деп бір дыбылша барып қойыңыздаршы бәрекелді дегенге. Бұл құя әкеңіз. Ал, тілек өзіңізде болсын. Сөз өтіп қойды. Қайда едеп берін я оға? Акбер, сөз өтіп қойды. Қаяқта тұр әперем. Әне оны жаңа сумкеде тұр. Иә. Ана жаңа тұрды чықты. Қарама. Иә. Бер жағы шықты. Зау қарамай бұлдай бәрі. Конференция болайын деп. Ғалымның қызы ғой. Енді 50 жылда бір бастаған жоқ, біз бастарымыз. Ал басты менің сыныптас достарым, жастарым. 50 жылда ел жаңа деген жарты ғасыр бойы уақыт өтіп жүр ортада. Өзімізбен қауышып жатырмыз. Ал біздің өміріміздегі ең бақытты
сәттер өтесіз. Бүгін ерекше тойын бірінші маусымына бастап өзіміздің міне ел тойымызды өткізіп жатырмыз. Алла жағынан болсын қуанышымыз. Әрине бүгінде сол кездегі балалық шақты өткізген барлық достарым бүгінде үлкен салауатта ата әже болдық. Әрбір шаңырақтың егасы болдық. Немере шөбере сүйіп отырған бақытты ата әжеміз, құрметті зейнеткеріміз бүгінде. Бұл да бізге берген Алланың сыйы. Алла осы бақытымыз, отбасымыз, айлығымыз, балаларымыз, біздің балаларымыз аман болсын, дені сау болсын, жаңағы ғибратты ғұмыр кешіріп, осы өнеге толы ұрпақ тәрбиелеп, әрі қарай ұрпағымызбен мың жасаңдар, дендеріңіз сау болсын, табиғаттың сұлулығындай жанның сұлулығын тілейіп, сол қасиет, жақсы адам бойындағы жақсы қасиет бізді бүгін басымызда мынау қасиетті шың қалада біздің басымызды қосып жатыр. Алла бізді қуанышты жағынан болсын, әлгіде талай кездесулерге жазсын. Енді мен осыдан 10 жыл бұрын 1914 жылы мен осыдан 10 жыл бұрын 1914 жылы кездесуде, 40 жылдық кездесуде осы біраз менің осы сыныптас достарым өздерінің жаңағы жақсы лебіздерін білдірген еді. Сонда енді адам әрине жаңағы сондай достардың бірі осы Шымкент қаласында тұратын Гүлжахан деген досымыз еді. Мысалы, маған айтады, Руқия, жер бетіндегі бар жақсылықты тілеймін, бақыт деген сөзде бәрі бар, сәлеммен Гүлжахан деп осы неткен еді. Бұл досымыз жаңағы бақытлы болып кетті. Алла алдынан жарылқасын, өзімді жете алмайын деген жоқ. Ал алдынан жарылқасын, жатқан жері жайлы болсын, қырауына сосын енді сол достардың ішінде осы жаңағы қызық қарқын тоймайды мынау келе алмайын деп ойлаған жоқ. Мысалы мынау Айсәуле деген Мұрат Қызылорда қаласында тұратын, сосын жаңағы Гүлжамал деген Алматы қаласында тұратын досымыз бар еді. Қаламқас деген бүгінде тұратын досымыз бар еді. Солардың да тілектерімен аманшылық, денсаулық тілеймін деп қаламқас жазып еді. Міне қаламқас жазған және де мына кім Айсәуле қырғызды өмірің ұзақ болсын, Алла 50 жылдықта кездесуге жазсын деген тілек білдіріп, осы достарым сізге қабыл болып, бүгін менде осы достарым арасында 50 жылдық кездесуге келіп отырмын. Алла қуанышымыз ұзағынан болсын, достарымыз аман, жаңа ауырып келе алмай қалған достарымыз аман жазылып кетсін, ортамызға қосылсын, келесі кездесуге бас қосуды жазсын. Енді мына мен қасиетті Қазалы қаласынан келіп тұрмын. Енді біздерге мынау қызбен істейміз бүгін деп қояйық. Қасиетті Қазалының өнімі Қазалы кәмпиті. Осы кәмпиттің тәттілігіндей болсын, адам несімен қадірлі. Пайғамбар хадистерінде де айтылады екен, егер әйел саналы, білімді, тәрбиелі болып, әр істе ер адамның ісіндей жақсылық жасаса, ол адам ер адамнан да жоғары тұрады екен. Сондай бойында жақсы қасиеті бар. Осы тойымызды осы Шымқалада тұрып, басқарып, біздің адам барлық түлектердің басын қосқан осы Гүлзия ханымға осы Қазалының кәмпитін сыйға алып келдім. Мәнді де сәнді болсын, 6 айы үйленіп, енді келесі жылы тойға келейік. Осы тойда мына кім бар? Осында Ақжамал деген сыныптасымыз бар міне. Жолдасы Түреке, міне Тұрсынәлі. Түреке, сіз бақыттысыз. Ақжамалдай қызымызды, аруымызды қолыңызға қондырып бақытты өмір сүріп жатырмыз. Қонышыңыз ұзағынан болсын. Өміріңіз
осы конфетте тәтті болсын. Мынау сіздің конфетіңіз бар ғой. Түрекең жақсы Мынау барлықтарында маған не үшін бір дейсіңдер. Алла сендерді осы тойда көргеніме қуаныштымын. Аллаға мың шүкір. Алла бізді осындай сыйластығымыздан баянмасын. Кім айтады екен шәкәрім? Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып, шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің болса, үшауы гүліңмен ат болды тамам деген екен. Сондан қазір қамшының самындай қысқа өмірде сіз бізде деген сыйластығымыз арта берсін. Өмірлердің кәмпеттей тәтті болсын. Қазанның кәмпеттің бәріне шашы өмірінде береміз. Бәріне Мен де көмектесейін. Ақшасын төлейді маған. Оқушылар шуламаймыз, тыныш отырамыз. Жоғары кластың қыздары шуламаймыз. Енді Зұлқия әпке, Құдай қаласа рахмет сізге. Кереметте көрігіндігіңізді көрсетіп, ортамыз бір тәтті болсын, бір тәтті конфет әкеліп жатсыз. Енді Зүзия әпкеміз де құр бол емес. Енді сіздерге де бір кереметте сол бір подаркын бір тарашы береміз, Құдай қаласа. Енді бір керемет тілектің кезегін енді мінезі ашық, жайдарлы қыз. Кім ол? Мінезі ашық, жайдарлы қыз Бибігүл дейді міне. Дуғыл шапалар қойсаңыздар болады. Әр ортаның бөлшек жарған бұл да гүл дейді оны. Ешбір гүл ашылмаған басы болсын. Ал жігіттер қапа қалма қарап тұр дейді. Қызылордадан келіп отырған құрметті Бибігүлге бір дуғыл шапалар қойыңыздар. Сосын бересіңдер, мен де берген жоқпын. Құрметті менің сыныптастарым, класстастарым. Мынау 50 жылда ел жаңа деп жаңа Зұлқия жақсы айтылып жатыр. Міне 50 жылда басымызды қосып, жақсы жерде, жақсы мысалға жақсы көкпенен, жақсы гүлменен, жақсы көңіл күйменен күні бойы кешеден бері жақсы кездесіп жатырмыз. Бәрлеріңе Алла дендеріңе саулық берсін, өмірлеріңе байлық берсін, несібелеріңе молдығын берсін. Балдарың қызығыңды өңдеп отбасыларың аман болсын. Мынау енді мені құрметтеп, Гүлзия қандай қылып тілек беріп жатсың? Алладан қайтсын, балаң үйленсін, қандай қызмет істеп жатсың, қызметің Алладан қайтсын. Сенің осындай ақ көңілді көңіл күйің одан да жарқырап жүре берсін. Сенің балаңның тойында кездесейік, менің баламның тойында кездесейік. Сондай тілек тойда шапқылап жүре берейік. Түрекке сізге мың алғыс. Аяғымыз жерге тигізбесіз. Қай жерге барсақ та. Иығыңызға салып жүргенде қылып жүресіз. Мен сізге басымды иемін, мың алғыс айтамын. Класстастарым, дендеріңіз сау болсын, аманшылық болсын. Келесі 55 жылда кездесейік деп жатсыңдар, 55 жылда кездесейік, одан қайда 60 жылдан кездесейік. Бәріміз мықты кездесу болып, аманшылықта жүре берейік. Бірінші списканы алған кезімізде 78 адам екенбіз, класс сыныптастарымыз. Соның ішінде 28 адам марқұм болған екен. Қалғаны осының бәріне Гүлзия телефонына дейін бәрін тауып, компьютерден бәрін шығарып, бәріне түгелдей айттық деп есептейміз. Бірақ соның өзінде бірі барады, бірі бара алмаймыз, бірі тіпті естімедік деген адамдар да болды. Мінекей
бір жылдың ішінде осындай ұйымдастырып, осындай жігіт пен қыздардың басын қосып, осындай дастарханда құрмет жасап жатыр. Мінекей бір жылдың ішінде дайындала алмай жатқан адамдар да көп, кездесе алмай жатқан, бірінің сөзін бірі тыңдамай жатқандар да көп. Мен осы сыныптастарыма осындай телефонмен де хабарласқанның өзінде жағдайларың қалай, біз барамыз, мүмкіншілігіміз келсе сіздермен кездесеміз деген адамдарға басым дейіп мың алғыс айтамын. Мінекей жақсы дастарханда қосып жатырмыз. Мен енді Гүлзия бір азғантай ғана Зұлқия азғантай ғана тосын сыйға әкелген екен, конфет әкелген екен. Менің Қызылордадағы қыздарым осы жігіттерге сол конфетпен әдемі қылып шай ішсін деп бір бастарына кружка келді. Сол кружканы қазір артынан сіздерге береді. Жаңағы конфетпенен бір кесе шайды ішесіңдер. Болмаса қолдарыңа алып әдемі кружканы бетіне өздерің білесіңдер ғой, немерелеріңе ме шөберелеріңе апарып бересіңдер. Тілектен барлық тілектер қабыл болсын. Рахмет. Енді әпкеміз енді конфет табыстады, сіз енді кружка табыстады, Забарканы енді кім Масақбай әкеп отыр. Масақбай сыныптас досымыз шақырып алып қатарға қосыңыз. Сабақта үндемейтін тәртіпті қалдыртып қоймайық осы біз дейді мәнеке. Бұды қол шапарып тұрыңыздар мәкеге. Arkadaşlarım, бүгінгі ел жоқ тойымыз құтты болсын. Тойымыз тойласын. Барлық жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол періштердің құлағына шалсын. Айтып отырған мына ертең алда қойып отырған армандарың орындалсын. Мына көрінген балдарың қызығың дендерің сау болсын, оттарың басаған бол. Бұлайым 55-ті 60 жылдық 70 жаста басымыз аман-есен қосыла берейік. Тойымыз тойғаласын, барлықтарыңызға осы той құтты болсын. Масақбай сыныптас досымыз шақырып қатарға қосыңыз. Сабақта үндемейтін тәртіпті қалдырып қоймадық па осы біз? Сөзі майда ибалығы Зұлқияны майда көлде тамсанып сөз қылады. Қазірде бақытты бай әже болған қарасақ міне бүгін көз тояды. Мінезі ашық жайлары бейбігүл, әрі ортаның бүршік жарған гүлі бол. Ешбір гүлі ашылмаған басы бос. Ал жігіттер қабағанда қараңғы. Ал сол үшін алып қояйық деп. Көтерейік кәне достар. Естіңіз ба, қапқалып қойма, аңда. Ал енді қыса жігіттер көргені, енді сабыр, сіздерді соқты кішкені ұнадан шиемін, Әпкелердің құрметіне, ағалардың құрметіне ән болсын. Енді әніңде есері бар, ессіз бар дейді ғой. Енді керемет әсем әнді енді сіздердің кездеріңіздегі әндерден шырқайық, ескі әндерден, есті әндерден. Ән тыңдасаң көңілің парқашылар дейді, абай атамыз айтып кеткенде құлақтан кіріп ойдалар әсем әнмен тәтті күй дейді. Сол сияқты енді сіздердің құрметтеріңізге Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Елена атты қалқаның әндерінен, соңы болса Шәмші атамыздың әндерінен, екінші Шәмші атанған Ержан Серікбаев ағамыздың әндерінен бір қабыр ұйысынайық, баршамыз қосылып бірге шырқап отырайық. Хал кетті. Жылтыран көктемде күлдірен барсам
Dala buram dedim Ormasan ora Құрметті менің асыл жандарым, класстастарым, мынау бүгінгі 50 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Зәулімей көк теңіздің жағасында өсіпті бөгендіктер балапаны деп Тастыбай ағай жырлаушы еді. Сол зәулім үй көк теңіздің жағасынан 1974 жылы түлеп ұшқанбыз. Әр қайсымыз әр қияға самғап, өз өмірден орнымызды тауып, мінекей ата әже болып қауышып жатырмыз. Осы жылдар ішінде талай-талай өзгерістер, талай-талай жаңалықтар болды. Біздің қаншама достарымыз, ұстаздарымыз дүниеден өтті. Аллаға мыңда бір шүкір. Осы күнге жеткізіп жатқан. Мынау бәріне де денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Отбастарыңа амандық тілеймін. Еш уақытта ортамыз ортаймасын. 55 жыл, 60 жылдықта да осындай басымыз қосылсын. Өмірдің бар бақытын тілеймін сендер. Ал енді тілектің кезеген біздің баян өзі дара, дана қыз дейді. Жаны жайсан отбасына пана қыз. Ақын жанында ұстаз болып өмірі, жан жағына шуақ шашқан панамыз бәрекелді. Баян қыз Ода ардақты, қымбатты менің сыныптастарым. Бүгінгі 50 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Тойларыңыз тойғаласын. Қос тойын қабат келсін демекші, бүгін біздің екі сыныптасымыз Тұрдыхан мен Үйінханның туған күні қатар келіп, бұлардың да туған күні құтты болсын. Осындай тойдан тойға алғанша жете берейік. Алдынан класстастар, арттарыңызға дендеріңізге саулық тілеймін, отбастарыңызға амандық тілеймін. Әр уақытта осындай жүздеріңізден бүгінгі күндегідей жарқын, қуанышты күндеріңіз көп болсын деп тілеймін. Отбастарыңыз аман болсын. Сол немере шөбелердің қызығына тоймай, аман есен жүре беріңіздер. Бұрынғы балалық шақты өткен кезде бәрін еске алып, бәріміз сағынысып, құшақтасып, мауқымызды бастық. Алла оған да шүкір дейміз. Бүгін әрі тағы, бүгін 1 маусым балаларды қорғау керек екен. Барлықтарыңызда балаларыңыз, немерелеріңіз аман болсын. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Сол ата әже болған кезде балдарының қызығына тоймай, осындай ақсақалды ата, ақ жаулықты әже болып, ортамыз ортаймай, басымыз бүтін,
бауырымыз бүтін, ортамыз да бүтін болып, осындай жылдан жылға 55 жылдықта, 60 жылдықта басымыз кездесе берсін, соған Алла нәсіп етсін. Мектептегі сұлу сылқым бойжеткен. Мектептегі сұлу сылқым бойжеткен. Бірақ кім екенін білмей жатырмын мен. Талай жігіттің армандауымен күн өткен дейді мінекей. Тұрдықандай кластас қызымыз бар. Арал Ши жағасынан мекен еткен дейді бәрі. Ашылмаған тұздай, жарылмаған мұздай, келбетіне қарасақ ұзатылатын қыздай. Құрағын құттыңыздар, дұғыл жабалар. Аяулы менің класс достарым, бөгендіктер және шымкенттіктер. Қош келдік Шымкентке. Қадамдарыңа нұр жаусын. Бақытты болыңдар. Әр уақытта осылай аман есен, басымыз бүтін, бауырымыз түгел болып жүре берейік. Отбасыларыңа денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Лұқман атамыз айтқандай, Лұқман хакім айтқандай. Ұрпағымен мың жасайды дейді ол. Ұрпақтарыңмен мың жасаңыздар. Рахмет, әр уақытта басымызды қосып, осындай жаңағы бір-бірімізді айтқанымызға көніп, кәдімгі класс оқушылар сияқты болып, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, бәріміз бірігіп, жаңағы бір-бірімізді айтқанымызға қылып, Күлзия бастыққа бағынып, одан кейін біз мына Арал ауданы болып, анау төраға Бақитқа бағынып, одан Аралдың ішіндегі бір жағына келгенде мына Баян Сұлуға бағынып, төрайымы. Одан мына Қызылорданың ішінде Диекең бар, Самара бар, анау Жалағаштан кім бар? Елібай бар. Бәрі басымызды біріктірді. Рахмет бәріңе. Еңбектерің Алладан қайтсын. Әр уақытта әйтеуір бір-бірімізге осындай жақсы тілекте, жақсы жағдайда, амандықта кездесе берейік. 55 жылдықта, 60 жылдықта, 70 жылдықта осылай басымыз бүтін, аман есен жолығып тұрайық. Ал амандық болсын бәріне. Бала шағаларым аман болсын. Ойнап күліп ата әже болып жүре беріңдер. Немере шөберелерім көп болсын. Сабырлы да салмақты да сыпайы, түгел шығар дейміз бірақ ұпайы. Ханзира біздің класстастар архиві, еске салар ұмытпайды Құдай. Біздің Баян өзі дарадан ағыз, жаны жайсаң отбасына панағыз. Ақын жанды ұстаз болып өмірі, жан жағына шуақ шашқан панамыз. Мектептегі сұлу сылқым бойжеткен, талай жігіт армандаумен күн өткен. Тұрлықандай класстас қызымыз бар, Аралдың Ши жағасын мекен еткен. Алдық қоямыз 100 грамм. Давайте 100 грамм. Азнаулап бір естелікке бір сый-сияпатыңыз бар еді. Сол сый-сияпатты табыстауға рұқсат етіңіздер. Қазір табыстап алайық. Одан далада басқа сценарий бар. Далада билейміз. Біздің класстастарға посылка келді. Көрермен деп қояды. Мынау сюрприз ұйымдастыру тобының атынан біздің класстастарға 50 жылдық кездесудің құрметіне
асықтарыңыз әр уақытта алшасынан түссін деп мына жерге сыныптастар кездесу 50 жыл деп жазғызып, осындай сіздерге сюрприз дайындадым. Класстастарға жүр ал. Ауырып қалды да, келем деп отқа келе алмай қалды. Мына сол Қонысбайға арналған тосын сыйымызды баяға береміз. Қонысбай біздің көреді, қозғалмайтын середі. Партада тыныш отырып үндемей ғана жүреді. Мына сол Енді керемет тілектің кезегін ерке сылқым, мейірімі мол төгілген дейді. Қор қызындай сұлу еді келген. Демеген ола? Жігіттердің арманы еді, зиба қыз. Әттен бір класста алмадау, не көрген дейді бәрекелді. Штаптастарым, мынау 50 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын, сіздеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Бірге оқытып, тарыдай болып, қырып мектепке таудай болып шықтық бәрімізде. Ақшашта, Ақжаулықта ана болдыңыздар, Ақшашта ата болдыңыздар, немере шөбере сүйіп отырсыздар, балдарыңыз бақытты болсын, немере шөберенің қызығынан тоймай жүре беріңіздер, әр уақытта тек тойда, қуанышта кездесе берейік. Ай, бәрекелді. 50 жылда бір көрдік Аралбайды. 50 жылда бір көрдік Аралбайды. Ұмытып қалған екен талайларды. Келіншегі Жұмакүл жақсы баққан дейді. Келіншегі Жұмакүл жақсы баққан. Мал бақса да Аралбай қараймайды. Құрметті класстастар, бүгін орта мектебі, Аралдан бүгін орта мектебі осы. 1974 бітірдік, шамалы. Солай кетті енді шамалы. Бұл жақ жетті ойын. Бана жетті жағасын естік. Айыны қалға жерде мына Бүгін өтір, мына қыздар, бәрімізде біреуіміз әже болдық, біреуіміз ата болдық, шүкіріміз. Енді сол немеренің қызынан тоймай шөбер, Алла қуат бер бәріміздерге. Оны жайбастыға. Мәйінде 60 деп жатыр, 55 деп жатыр, соған жетейік. Мұндай неге жеткен де бар, жетпеген де бар. Алла қуат берсін, біреулерің ағзауық, ана біреуіне ақсағыл ата болыңыздар. Ел тиіс, жаман болсын, тиісік. Ешқандай жаман, тасымауын беткі Гүлзияға көп рахмет, бәріміз қосылып атқан 40 жылда келмей қалдым. Өте бір жұмыс жағын болып қалып, хабар жайтып қалып. 40 жылда болдыңыздар бәріміз. Кеше мен түсіп атқаны құшақтап қандай, мен өз қарабастың көзім жас шықты. Құшақтаған жас өмірі ғой. Аман болсар, елші шықпыз, әрбір шайрақтан той өсін. Он жағыла жасай бер алға тек. Алеке, тақия құтты болсын. Әмін. Жуайын ба? Комок бар, комок. Ертең, Мәке, ертең жүк көзім бейті. Ай, бәрекелді. Қойшыға мен сол жүк көзім. Қойшыға білмем дейді. Yok, ana yerge şılkın, kıyı örnek vereyim. Yerge şılkın degen. Söz bitsin. Maqsad ертең жүк көзім. Söz bitsin. Bağıma gel. Аралбайға, енді шаштың түскені бастың піскені дейді. Ал енді шаштың арығаны махаббаттың жаңарғаны дейді. Айнаға жеткені зейін бар қайтып. Ой, бәрекелді, рахмет. Алла шүкір ғой. Жан тапсыз жіберген жандегі нелерді қан. Екі адам сөйледі. Так, шүкір ғой. Az değildi. Ona şükür. Al, bir şey.
Ерке сылқым мейірімі мол төгілген, қор қызындай сұлу еді керілген. Жігіттердің арман еді сыйлағыз. Әттең бір кластас ала алмады, не көрмейді? Рахмет. 50 жылда бір көрдік қой Аралбайды. Ұмытып қалған екен талайларды. Келіншегі Жұмалбек жақсы баққан, мал бақса да Аралбай қарай маған. Şimdi ana babam köyüne gider. Nene bana bunu sakar dedi. Öyledim de kırılasın ya. Құдайға шүкір. Рахмет айналайын Аралбай. Саған рахмет. Шынағыңа рахмет сен. Hürmetli dostlar, yeni yüzünde melekelerimiz kutlu olsun. Sonun içinde bana beni kudaşam Zibeşler. Yerke böyle salkım dedi var. Salkım kudaşama benim. Yerke salkım. Yerke salkım degen bir köy var. Sonra arna. Başı Erkin gözü yakın öyleydi. Al kereke. Al kereke. Şimdi ya vurmuyordu. Şükür bir Arnayı seyik benim. Al kereke. Arnayı seyik benim. Yemin var oğlum. Yine bu evden ayrılıp kalamadım. Yerke Sılkım degen köyün tarihi men 1980 yılı aralarında Allah'ın yazımымен bir mekemenin gülüm oldum. Şehir zikitim oldum. Sütüm üzerine janjarım 10 taytta oldum. Sol кезде bir Yerke Sılkım degen Abdümoğlu'nun Zelbayev'tin köyün tartqam. Осы kuyduğun arkasında 10 taytta oldum. Молодец. Осында қатты. Ай болды. Бас. Шап. Ayıp etmenize, kovulun düzü. Rahmet Көке. Есіміңіз кім сіздің? Мақсұт аға, жақсылыққа шақырсаңыз барар едім. Мен де бір тойыңызды басқарып берер едім. Мен енді асабамын ғой, бір депутат болып олайын сізге. Нұрғиса Тілендиевтің атағын берер едім. Құрметті сыныптастар, Мақсұт қорықпастан бір құдашама арнайым деп Ерке Сылқымды ұмытып қалса да жартысын тартып берген үшін арнайы сыйлаймыз. Beraber tartıp verin.
Berg
бар, аяқ істен болсын. Сізді құрметіңізге тазалықты сүйетін дейді. Мектеп кезінде тазалықты сүйетін. Әрбір сөзді көкірегіне түйетін дейді. Ақжамалдай, айдай сұлу қызымыз дейді. Шымкентке кетті еді жасынан, иә? Шымкентке кеткен еді жасынан. Жар тапты. Түрекеңдей қасынан дейді. Бәрекелді бәрекелді. Ақжамал Түреке бәрекелді. Дұғыл шапалар қойды. Класстастарым, 50 жыл деп қуанып жатырсыздар. Менің қуанышым 52 жылдан кейін сіздермен қауышуым. Сағынысып, құшақтап, бәрінің бетіне сүйіп, әлі мауқым басылмай жатыр. Енді бүгін отырысқа бұйырып, мен 40 жылдыққа бара алмадым. Мектептің 100 жылдығына да бара алмадым, талпынып. Енді бұйрық болып, осы 50 жылдық кездесуде, осы дастарханда сіздермен мына нанды бөлісіп отырғаныма өте қуаныштымын. Енді жолдасымды ала келдім, таныссын, осы Шымкентте азбыз, әңгіме айтып, ой, деп, Үйінбек, деп, Үйінхан деп айтқанда, мына жақта Мақсұт деп айтқанда, мені қоштап, түсініп, сол бірге еске алып отырсын деп, мына жолдасымды да араластырып жатырмын. Мен енді бүгін көп жақсы тілектер айтылып жатыр. Неше күннен бері жеткізіп жатырмыз бір-бірімізге. Бүгін осы дастарханға қатыса алмай, талпынып келе алмай қалған класстастарға сөзімді арнағым келеді. Олар мына біздің топтағы кешеден бері түсіріп жатқан суреттің бәрін жапа-тармағай қарап, анау шөлдеген адам ұқсап бәрін қарап, болмаса да болғандай болып қуанып отыр да. Сондықтан мынау видео болады, ертең олар бұны да көреді. Мен кішкентай ана балалар бақшасынан бері құрбы болған Күнсұлу. Мынау тағдыр әрқайсымыз ар жаққа кеткен. Сені де көруге маған енді әлі жазбай жатыр 52 жылдан бері. Күнсұлуға сәлем айтамын. Ибагүлге ойбай деп айтатын әңгімесіне сәлем айтамын. Айсәулеге сәлем айтамын. Мен ойлағанмын, Айсәуле, сені енді келе алмай қалдың. Анау кестелерің бар ғой, адамның көзін қызықтыратын. Соның 50-ін алып келіп бәрімізге бір-бірден береді ғой, соны естелікке деп ойлағам. Ол да болмай қалды. Анау Албатта талпынып отырған Гүлжамал, ойбай жаман болып отырмын, ойбай жаман болмай отырмын, елмеген ме деп. Міне қара, анау жаңа Зұлхия оқыған кезде 40 жыл бұрын Гүлжамал барған екен, соны жазған екен. Сондықтан Алгүлжа ханымыз 40 жылдықта барып, Гүлзе айтып келген, ойын жазып, рахаттанып, ауырып жүрсе де жасарып кетті, сондай бір шабыт алып қайтты деген еді. Енді ол құрбымызды жоғалтып алдық. Сондықтан алдағы уақытта класстастарым, бастарыңыз аман болсын, денсаулықтарыңызға қараңыздар. Бәрібір енді 67-ге келіп отырмыз, мойындасаңдар да, мойындамасаңдар да. Сондықтан мен кішкентай бір сыйлық алып келдім да бүгін. Енді күлмеңдер. Сәл де болса Ақжамалдан естелік болсын. Мына енді өзіме де осы, не деймін, сендерге дайындағасын, енді өзіме де қалдырдым ғой, енді естелікке бір-біреуден. Мына біреуі Түрекеңе, а біреуі өзіме. Енді сендерге тек сыйлық маған да қалсын да деп. Сондықтан мынау ер жігіттерге арнағанымды көрсетейін. Мынау косметичка қалталарына салып жүрсін деп кішкентай қылып алдым да. Оның ішінде мынандай бір массажер бар. Мынандай бір массажер бар. Осыны Ақжамалдан естелік деп алып. Қашанғы кемпірлерге арқамды олар көргені болмаса кетші дейді. Сондықтан көрдіңдер ма? Мына Лукашқы сияқты созылады. А бұлайша бүйтіп қалталарына салып жүре бересің. Сосын екінші, мойындасаңдар да, мойындамасаңдар, мен айтып жатырмын, денсаулықтарыңа қараңдар деп жатырмын. Алла өзің сақтанғанды сақтайды дейді. Қазір енді жасымыз келгесін организм шаршап жатыр да. Міне таблетница.
7 күнге, дүйсенбіден жексенбіге дейін. Ана кемпірлеріңе қарап отырып, мына еркектерге беріп жатырмын ғой. Қашан беретін еді? Дәріңді ішпе деп айтты ма? Ой, айтпаса өзің сен айтпадың ғой, мен ішпедім деп айтып отырмасын деп, 7 күн ішетін дәрілеріңді мынаған саласыңдар. Сөйтіп күнде ана насыбай атқандай қылып, ашып, біртіндеп ауызға салып жіберіп, содан базар аралап жүрсем, ана түрекең бізде сондай. Азағы дәріңді іштің ба? Ішкен жоқпын. Кешкі дәріңді іштің ба? Ұмытып кетіппін. Соны мына өмірден өткен тәжірибеге қарап, сендерге қарап. Сосын, ана базар аралап жүрсем, ана қыз айтады. Енді әркім товарын өткізген жақсы көреді ғой. Айтады, апатай, мына сақал қыратында анау біздің аталар деген осындайды жақсы алады дейді. Сосын, ойбай, бұл да бір таңсық нәрсе екен. Станок деп бәрі жаман үйреніп кеткен деп сақал алатын алдық. Сөйтсек, ана немере қызым айтады ғой, немере қызым. Ата, әже, бұның несі қайда дейді? Алмасы. Лесбиясы қайда дейді. Ойбай, енді сен де айтпайтынды айттың ғой. Қазір бір ойыншық сатып алсаң, ішінде несі болмайды ғой жаңағы. Батареясы болмайды. Сол сияқты мынаның ішінде, жігіттер ашып көріңдер, лесбиясы бар. Міне бәріміз қосылып, немере қызым бар, бәріміз. Міне лесбия. Анау 90-шы жылдардан енді қоныспай болмаса да, қоныспай келеді деп дайындағанмын. Баян. Мақсұт жан, Елбай, Бақытты болдың. Асақбай, кім? Бақит, мен үшін Бақит, барлық кезде Бақит. Юнхан, Қази, Аманелді, Аралбай, енді қыздар, мен білмеймін сендер қандай екенсіңдер. Немеренің ортасында көміліп отырмыз. Біреуін өсіріп балабақшаға өткізгеннен кейін енді босайтын шығармыз десек, тағы біреу пайда болады. Амалым жоқ, келін жұмысқа шығам дейді. Сосын аламыз да, опять отырам, осы баланы енді балалар бақшасына еліктіргенше енді амалым жоқ деп. Сондықтан меше мынандай ма мен үйде, мынандай бір ескіріп қалған давление өлшейтін бар ғой, соның қабы бар. Соны резинка жатама, карандаш жатама, ручка жатама, соның бәрін жинайым да жүрем ғой. Сосын ана балашаға келек та керек заты болса, мен косметичкам ақтар жібереді, ішінен бәрін сендерге, бәрін әйелсіңдер, Аралбай сияқты шашымыз түсіп қалған жоқ. Шаш бар Құдайға шүкір шаш бар, оны жуасыз білесіңдер ғой. Міне, шашты жуасыңдар, сосын мынаны орайсыңдар, чалма деп айтылады, чалма для душа. Сосын кептіріп, мына жерде түймесі бар беттің аласыңдар. Сондықтан бұл да бір ақжамалдан сендерге ескертілген. Бірақ күріштің арқасында күрмек су ішеді деген бар. Өзіме де бір-біреуден қалдырып қоямын. Енді осыда өзіме қалдырам. Болды, қыздарға таратып берейін. Саған, рахмет, бәріне. Баян, Амина, Қанзира. Есімдеріңді бір-бір айтып қалайын да, енді мен бере-бере. Гүлзия, Амангүл, Алмагүл, кім мияқта? Жібек, Асия, Жібек, бере-беріңдер. Бәріне жетеді. Амина, бердің ба? Самара, Света, сөмкемді босатып алайыншы. Гүлан, Зиба, Зиба айтады ғой өткенде.
мен есімдемін ба көшіп есімдемін ба көшіміз қой дейді енді есіме түседі ғой кім алмады қыздар Зұлқия сен алдың бір қыз Olur çünkü kampaniyada tamada deydi. 50 жылда класстастар кассирі ақша алдың ба жан жағыңа қарама дейді. Allah берекесін берсін, Allah денсаулық берсін, барлығымыз ауызбіршілігімізді берсін. Бөген мектебінен ыссы құмда аяғымыз күйіп бірге ұшқан түлектеріміз бізде қазіргі уақытта үлкен кісі болдық, жақындап қалдық тағы бір жерге. Сондықтан сен тойларың той қыласын, дағы дендерің сау болсын, ауызбіршілігіңіз мол, 70 жаста тағы бас қосылды жассын Алла Тағала. Енді мына жерде енді бір тілектің кезегін енді Түрекеңге берген едім, негізінде Түрекең не жақсы шығып кетті, келіңіз аға. Енді жақсылап бір тілекті айтыңыз, артынан енді Түрекеңде өзі бір керемет әсем әні бар. Жақсылап енді осы әнді. Енді Түрекең енді мен енді қыздарды сөйлетіп алып, сіздің тілегіңізді алып, артынан бір әніңізді жолдап жіберсең деген бір сценарийлік жоба бар еді да негізінде. Бауырым, сен қателеспе. Енді қателеспейтін адам одан кейін мен шығуым керек еді, басқа біреуге сөз беріп. Жоқ, енді сізді ең соңында мен басқа жаққа аударайын деп тұрсың. Жоқ, енді сізді сөйлетіп, әніңізді тыңдайын деп жатқанымыз ғой енді сценарий бойынша енді. Жарайды, ағайындар. Мынау 74 жылы бүгіндегі мектепті бітірмесек те, бірақ бүгіннен бастап сіздердің класстар бірге оқығандай класстас болып кеттіген. Сондықтан тойларымыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Өмір жастарыңыз ұзақ болып, отбасыларыңызбен бақытты өмір сүріңіздерді тілейміз. Ал енді мынау кеше 74-те мектеп бітірген оқушылар болсаңыздар, бүгін біріңіз ардақты атасыздар, біріңіз ардақты анасыздар. Сондықтан өмірге алып келіп, тәрбиелеп өсірген балдарыңыздың, қыздарыңыздың, немерелеріңіздің тек қана жақсылығын, қуанышын, қызығын, рахатын Алла өздеріңізге нәсіп етсін деп тілеймін. Ал енді жаңа байқап қарап отырсам, бұлар маған ештеңе айтқан жоқ. Сыйта атамыз, подарок береміз деп. Бірақ әрқайсысы өз дайындалыпты. Сый әкепті, подарок әкепті. Бірақ өнерге сәл жақындау адаммын. Сіздерге мынау қыздарға ардақты ана ретінде Шәмші ағамның ана туралы жыл ән арнайын қабыл алыңыздар. Ал жігіттер сіздерге өмірге сіздерді алып келіп, тәрбиелеп өсірген аналарыңызды еске алып әнді тыңдаңыздар, қабыл алыңыздар. Thank you.
Ал. Енді керемет тілектің кезегін үндемейді, сөзі де әдемі бірақталайды. Күлімсіреп отыратын қай уақытта біздің Гүлжан Бақтиярмен бас қосып, кетті ауылдан Алматыға жыраққа шабалау қайық бәрекелді. Гүлжан ханымға деп кезегі. Ал құрметті бүгінгі менің достарым, кластастарым, тихо, Мақсұт. Тағы мұғалім болмаса. Сыныптастарым, достарым, жерлестерім, бауырларым, туысқандарым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Кешеге күннен бері міне жырлап, бәрі жақсылықта айтып, сөйлеп, бәріміз мінекей Құдайға шүкір езуімізден күлкі кетпей жүрген жағдайымыз бар. Енді мен айтам, бұл жерде біздің мынау кластың балалары да, қыздары да бәрі тәртіпті. Тәртіпті бәрі көріп жатырмын, 2 күн болды мінекей. Сондай тәртіпті. Бұл енді мен ойлаймын, менің жаңағы насыбай атпай темекі шекпей тәртіпті. Бұл күннің арқасы менің Құдайға шүкір осы әкемнің өсірген бала шағасы, және жездемнің өсірген бала шағасы. Тағы бір ағай мен жездем. Тағы бір ағай мен жездем. Сондықтың бәрін сіздердің бастарыңызға тілеймін. Аман болыңыздар. Орындарыңызды жоғалтпаңыздар. Қай кезде кездессек те сол кезде сол орыннан табылыңыздар бәріңізге. Алла Тағала сіздерге денсаулық берсін, байлық берсін, бақыт берсін. Құдайға шүкір бәріңіздің немереңіз бар. Енді білмеймін, шөбереге жеткендер бар шығар. Шөбере бар шығар. Шөбере ары қалай жалғаса берсін. Немереге, неменеге жалғасын деп айтам. Не деп айтам? Айту, ойымдағы бәр нәрсе. I congratulate you with your celebration. It's your celebration. I wish you. Thank you. I wish you all the happiness in the world. Be very happy and jolly. Ұйымдастыру комитетінің атынан тарқатып жіберетін алғыс хаттарым бар. Содан кейін антракт ашамыз. Мыналар тарқат, бірінші мына нелерімді берейін. Мектеп кезден тазалықты сүйетін, әрбір сөзді көкірегіне түйетін, Ақжамалдай айдай сұлу қызымыз Шымкентке кетіп еді жасынан, жар тауыпты түрекенбей қасына. Шоқтығы биік, беделдігі Самара, болып жүр ғой компанияда тамада. 50 жылдық кластастар кассирі, ақшалдың ба, жан-жағына қарама. Үндемейді, сөз әдемі бірақта, күлімсіреп отыратын қай уақытта. Біздің Гүлжан Бақтиярмен бас қосып, кетті ауылдан Алматыға жыраққа. Енді мына ұйымдастыру тобының атынан дайындаған кішкене алғыс хаттарымыз бар. Елбасы осындай жасаған нәрселер бар. 50 жылдық кездесуді Шымкентте ұйымдастырамыз дегеннен бастап, көмегін сөзбен де, іспен де көрсете білген, бізбен бірге сыныптастай болып кеткен Ақжамал қызымыздың жолдасы Тұрсынәлі мырзаны марапаттаймыз. Ұйымдастыру тобы бірінші осындай жасымен қысылмай, біздің жігіттердің алдында болып, өлеңін айтып, сондай бізге сый құрметте көрсеткен үшін азғантай. Әрбір туған күнді ұмытпай, бірінші болып еске түсіріп, кластастардың атынан түрлі құттықтауларды жіберіп отыратын Ақжамал қызымызды марапаттаймыз. Ақжамал еш уақытта туған күнді ұмытпайды. Мен ұмытып кетемін. Списігі бар, қадыр болып істеген ғой, есіне шығарады. 50 жылдық ұйымдастыру тобының кассирі, үндемей жүріп, арасында әзіл мен күлкіге қарқ қылатын Самара қызымызды марапаттаймыз.
Өзі салмақты, өзі сабырлы. Бала кезден болған жағдайдың ешбірін ұмытпай, көкірегіне сақтай білген Архип деген атағы бар Ханзира қызымыздың. Архив. Ұйымдастыру тобының төрағалық қызметін атқарған, жылы сөзін аямай, топтағы қыздардың бар айтқанымен міндетті түрде келісіп отырған, жасы жағынан да көшбасшымыз Бақыт мырзаны төрағалық қызметінің жалғаса берсін. Ұйымдастыру тобының белді мүшесі айтқан тапсырманы дер кезінде бұлжытпай орындаған, 50 жылдық емініміздің сөзін жазған, өзі дара Баян қызымыздың енді мына бір мақтау қағазды өзі жоқ болса да, көзі жоқ болса да, бірақ орны бар. Күнде таңертеңнен жағдай сұрап, ақ тілегін тілейтін, домбырасы мен өлеңін айтып, класстастардың көңілін көтеріп тұратын Айсәуле қызымызды марапаттаймыз. Енді Айсәуле қызымызға ауырып келе алмай жатқандықтан, көңілдері еш уақытта қамықпасын деп, мына алғыс хаттың қасына кім апарып білесің бе? Кім апарады Айсәулеге? Мына бір нені сыйлық. Енді Бақытқа берген қалың қасың сыйлығын, больницада ауырып жатқандықтан. Елбай мына кімге берейін, Ералының сыйлығын. Маған бер оған. Ай, молодец. Ал исаңызда болыңыздар. Азғандай біздің осындай ұйымдастыру тобының атынан қабыл алыңыз. Әлімді өзім кейін сөз сөйлегендей. Әлі сюрпризерім көп. Мына нені жоғалмастан осындай бір нені официальный шасы бұзбай сөзін бәрі бітіріп тастап қайтайық. Сосын беге шығайық, өзі азғыртай адам. Алла көнсе мен көндім. Хабарсыз біз, ортасы болған шығар шанға жайлар. Құрметті класстастар, бұл тойды күткенімізге 1 жыл болды. Міне бүгін осы тойдың жасына келдік. Құдайға шүкір, кеше 2-3 күн болып тойлап жатырмыз. Тойымыз жақсы өтіп жатыр. Осы тойды ұйымдастырған Шымкенттің ек қызы мен Түрекеңге бірінші рахметімді айтамын. Шымкенттің жартылай көрсетті, 3 ауданды толықтай көрсетті ғой. Тойларыңыз құтты болсын. Әдемі әже, әдемі ата болып, кәлтайып, немере, шөбере, шөпшек сүйіп, солардың қызықшылығын көре беріңіздер. Мына тойымыз той қаласын. Мынау біраз отбасыларымыз бар, қыздарымыз бар, көбісі келе алмай қалды. Біреу келе жатыр, ертең шығамын деп отқанда ауырып қалды. Сол жігіттер мен қыздарымыз разылып, мынау 55-60 жылдарда бас қосып күре берейік. Ол ауырып қалғандар үшеуі де менің досым еді. Ішінде жақындарында. Соның ішінде қаламға тез тұрып кетсін да. Ол әлі күтіп жүр ғой сені. Тойға жалғаса берсін. Бізге қызмет жасап жатқан тамадымызалар бар. Повар, молодец, 4 күннен бері қызмет жасап жатыр. Осы той сендерге жұғысты болсын. Алла шағалардың рахатын көріңдер, өсіңдер, өніңдер. Ал енді бар балаға кіндік шеше атанған дейді. Акушерка Күлән біздің жақсы адам. Бүгіндегі бар баланың шешесі жүре берші ортамызда дін аман.
Шулап, армияға кетіп отырады. Құрметті класстастар, құрметті достар. Бүгін мынау үлкен бір біз үшін мереке. Мынау оқу бітірген, класс бітіргенімізге неге 50 жыл болып отыр. Жаңа айтты ғой, 50 жылда ел жаңа дейді. Яғни бәріміз қосылып, неге жан-жақтан, қазір бәріміз бір Қызылорда аралда емеспіз, әрқайсымыз әр жердеміз. Сондықтан біріншіден мына класстастарыма рахметімді айтамын. Барлығы да келіп, осы жерде ұйымшылдықпен осы 2 күннен бері той тойлап жатыр. Мінекей, жаңағы бұл күнді ең бақытты күн деп санауға болады. Оған жеткенде бар, жетпегенде бар. Аллаға шүкір. Мен көптеген аналардың алғысына бөленген адаммын. Кейде ойлаймын, осы аналардың алғысының арқасында шығар осындай денсаулығым толып, балдарымның ортасында аман жүргеніме. Сондықтан сіздерге тілейтінім денсаулық. Денсаулық болмаса ешқандай байлықтың керегі жоқ. Денсаулықты ешқандай ақшаға сатып та ала алмайсың. Сондықтан денсаулық болса барлық нәрсе бола береді. Сондықтан біріншіден барлығыңызға да денсаулық тілеймін. Өмірлерің ұзақ болсын. Қанша еңбек еттіңдер. Мысалы, мен өзім 43 жыл жұмыс істеген адаммын. Сіздер де сондай жұмыс істеген адамдарсыңдар. Сол еңбектеріңіздің жемісін көріңдер. Отбасыларыңда тек қана аманшылық болсын. Балдарыңның, немерелеріңнің, шөберелерің болады ғой енді. Қызықтарын көріңдер. Ешқандай қызықшылыққа тоймай, аман есен, осындай жайдары, жарқын жүзбен жүре беріңіздер. Мен соны тілеймін. Дастарханымыз осындай тек қана жақсылыққа жайылып, дастарханымыз мол болып, бейбітшілік заман болсын, еліміз тыныш болсын. Жаңа Қазақстанымыз жаңадан жақсы Қазақстан болып құрылсын. Жастар мінекей өсіп жатыр қазір. Ең білімді жастар өсіп жатыр қазір. Сондықтан еліміз аман, бейбіт заман болсын. Бейбіт заманда басымыз осылай қосыла берсін деймін. Ортамызда жібек деген гүліміз, басы бос үйленбеген қызымыз. Қанша жігіт сөз салса да әлі де еш қайсына қарамайды жүр әлі дейді. Қыздармен жігіттер бүгінгі 100 жылдық бас қосуларың құтты болсын. Көріскенімізге қуаныштымыз. Бәрі тілектерін айтып жатыр. Алла періштенің құлағына шалмасын. Смелее, дәрігер қарап отырды. Әрқашан ортамыз ортаймасын. Денсаулығымыз мықты болсын, дастарханымыз мол болсын. Қызметі етіп жатқан осы сияқтағы Гүлзия, Айжамал, Түрефе, сіздерге рахмет. Келгеннен бері қаланың көрікті жерлерін көрсетіп жатсыңдар. Көрікті емес жеріне де бар. Қызметтерді Алладан қайтсын. Семьяда бақытты болыңдар. Сіздерге рахмет. Гүлзия балам үйленіп соның тойына келейік. Барлықтарың отбасыларыңа қуаныш, бақыт болсын. Сағаттарың келіне жайла берсін. Келесі кездесуді ортамызды ортаймай, жарқын жүзде кездесейік. Үндемейтін, сөйлемейтін салмақты, қазір алтын бір бітіп алайық. Үндемейтін, сөйлемейтін салмақты, Қази біздің нағыз ер ғой, ардақты. Күріш егіп, қармақшыға кетіп еді. Болды қазір бизнесмен жан-жақта бәрекелді. Құрметті менің бауырларым, құрметті класстастарым, Аралдың ақша қаласы, бөгенің аққулары. Мына сағынып келген 50 жылдық тойымыз той қыласын, отымыздың басы аман болсын, еліміз тыныш болсын, заманымыз құдіретті, халқы жайлы аман болсын. Мынау 50 жылда ел жаңа, жарты ғасыр өмір, бір мектептен бітірген мысалы 74-тен бері. Шын ғой, ар жағында тағы туған
жылымыз бар ғой, оны қоспай ақ қояйық енді пока енді 73 жылдықтарыңыз Құдай оңынан берсін. Оттарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Осындай тойға бас қоса берейік. Не дейін басқа? Кәсіпкерлік бұлар да оған келмейді ғой. Ортаға шақырамыз Елбайды. Бүгіннен ұзап кеткен Басыбайды. Қазіргі тірлігінен хабарсызбыз. Ортасы болған шығар жанға жайлы. Бар балаға кіндік шеше атанған, акушерка күләм біздің жақсы адам. Бүгіндегі бар баланың шешесі жүре берші ортамызда дін аман. Бүгіндегі басқа екен. Ортамызда жібек деген гүліміз, басы бос үйленбеген қызымыз. Қанша жігіт сөз айтса да әлі де, еш қайсысына қарамай жүр әлі де. Үндемейтін, сөйлемейтін, салмақты. Қази біздің ағыз ер ғой ардақты. Күріш егіп қармақшыға кетіп еді. Болды қазір бизнесмен жан-жақты. Бізге Жүремей бос бағытты, асыл қой бірақ тәртіпті, сыныпта айна салатын, бәрі біледі Мақсұтты. Мақсұт Орынкүл бар екен. Қасында Орынкүл бар. Мақсұт Орынкүл. Тұр, саған. Алып қой деп отырмын. Отыр еке деп Ал енді құрметті, қадірлі де, қымбатты, қимас достарым, бүгінгі 50 жылдық мектеп бітіргенімізге 50 жылдаған бас қосуымыз құтты болсын бәріне. Алда жалғасын тапсын. Өзі достың да түрі көп. Соның ішінде бір 3 дос ойымда қалыпты. Біреуі бала дос. Бала кезде кіммен дос болмайсың? Кеше балдарымды, немерелерімді тыңдап отырсам, анам менің досым жоқ бар. Әкесі кім, шешесі кім дейін ғой. Дос болғасын оны да білгім келеді да. Сондай-ақ одан кейінгі достың өзі жан дос. 10 класс бітірген адам бір-біріңе серік дос іздейсің, жақсы бір, қимас дос. Ол досың да бар. Айтпасаң айтайын, бірақ құлақтарыңа сыбырлап айтамын. Ал жақырап айт десең, аралда санэпидстанцияда Назар Темірхан деген досым бар. Досым, жан жолдасым. Ол да бар. Сосын үшінші дос кімдер? Сіздерге, міне, 3 достың, мінеке, үшеуі, үшіншісіне сіздерді қосам. Мына бізді сөйтіп адамды іздегеннен кейін қосасың. Бір-біріңді іздеп, звондап, аманшылығыңды біліп, басың ауырып, балтың сызылса, Құдай амандықтың бет аула, жақсылыққа қуанып күнде жазбатса, туған күнің құтты болсын, қосағыңмен қосаған, немерең, сөбереңнің қызығын көрдік. Сондай, міне, достарымсыздар. Құдай сол құрымыз бұзылмай, басым саман, малымыз түгел болып, жылдан жылға өркендеп, немере сөберемсізден қызығын көріп жете берейік. Енді мен көп сөйлеуге қасында орынтай жалғастырып жіберсін. Әйтпесе, әлде де айтатыным бар. Айтасың ал құрметті бүгінгі 50 жылдықтың куәгерлері, 50 жылдан кейін бір азаматтың ел басқаратындай, бір жаңа туған баланың елге азамат болып ат ұстап елді басқаратындай уақытысында сіздер тағы да міне бас қосып отырсыздар. Талай жолдастарыңызды айтып еске түсіріп жатсыздар, құран бағыштап жатсыздар. Осы іс-шараның өзі ауызбіршілікке келеді.
бір-біріңізге деген құрметке келеді, туған жерді аңсауға келеді, туған жердегі сіздердің бір-біріңізге деген алған тәлім тәрбиеге келеді. Қарап отырсақ, Бөген деген осы Арал ауданындағы ең бір тұғырлы бір елді мекеннің бірі. Бөген десе елең етпейтін адам жоқ. Бұл жерден қасиетті адамдар шыққан, қасиетті топырақ. Сол жерден шыққан сіздер де қасиетті адамдарсыздар. Ой, рахмет. Ай, бір қосамырақтан қойыңдар, жәнеке. Әрқайсыларыңыз, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Қай жылда да, бүгін де, ертең де, арғын де, келесі жылда да, 60 жылдан кейін де, 70 жылдан кейін де құрамдарыңыз бұзылмасын. Бір-біріңізді іздейтін, бір-біріңіздің атыңызды ұмытып, жүзіңізді ұмытып қалатын жасқа дейін өмір сүріңіздер. Бір-біріңізді әр уақытта іздеп жүріңіздер. Өсірген, өндірген бала-шағаларыңыздың барлығы аман болсын. Сіздердің әр уақытта елге, халыққа сыйлы болатын, төрден орын алып беретін ұрпақ болсын. Осы не дейміз енді? Ең бастысы денсаулық, дендерің сау болып, әр уақытта бір-біріңіздің тойыңыздан, жақсылығыңыздан, қуанышыңыздан қалмаңыздар. Қай уақытта да осы деме батасыздар. Алла біреуге дем берген адамды әр уақытта Алла демейді дейді ғой. Алланың демеуі сіздерге әр уақытта болсын. Алла сіздерді қолдап жүрсін, қорғап жүрсін, ұрпақтарыңызды қорғасын, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Соның ішінде ақбаталарыңды беріп, елге, халыққа тілек тілеп жүре беретін ақ сақалды, ақ самайлы аналар мен аталар болып жүре беріңіздер. Жаңа табысып жатырмыз ғой. Енді 60 жылдарда осындай жақсы тілектермен қауышуға Алла нәсіп етсін. Барлық тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Енді 7 жыл бірге болайық. Көптен бері көрінбеген аман келді дейді. 50 жылдыққа кездесуге барам деді. Қуанып Шымкентке кездесуге келді, сағынып бала кездегі Бөгендегі бәрекелді. Аман келді. Тілек өзіңде. Ал класстастар, бүгінгі 50 жылдық кездесулерің құтты болсын. Балаларың, немелерің, рахаттарың көріп, аман-есен жүре беріңдер. Ауырмаңдар, денсаулықтарың болсын. Жегендерің той болсын, жүрген жерлерің той болсын. Дегенің Аралдың қой болсын. Дұрыс. Аумин айтқан кез. Жібермей бос уақытты, қой бірақ тәртіпті. Сыныпта айна салатын бәрі білетін ақсың. Ой, кішкентай еді ол ана үйге барып ой өсіп қой. Әйтпесе кішкентай ол көрмей қалып отыратын ғой. Көптен бері көрінбеген аман келді. 50 жылдан кездесуге барам деді. Қуанып кездеспекке Шымкент келді. Сағынып бала кезді Бөгенде. Қанша жыл көрмеген аман келді даже біз білмейміз сені келесің қайда? Талай жерді машинамен шарладың, көрінді қой жұмыстан кеш қалғаның, үйін қан біздің бар қаланың аралдан қалай жібереді қасындағы жан жағын дейді бәле. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Кескінді ұқсайды ғой. Келесі айтылып жатқан тосқа да қосыламыз. Айтылатын тосқа да қосыламыз. Айтылғанда. Денсаулықтарың зор болсын, алып жүректерің мол болсын. Тек дастархандан тойға жайсын. Қысқа дегенде през жоқ педі? Соны айтып Таңдарыңызға Алланың бірі болсын. Денеріңіз сау болсын.
бүкіл жақсылықтар тілеймін бәрлеріңізге, күнге айтқан тілектерім бәрі періштердің жолына шалынып, әумин. Бай қуатты болыңыздар. Орынкүл қыз кезінде қайсар болды дейді. Әке орнына отбасына әке болды. 8-ден кейін мектепке еңбек етіп, 10-ға дейін бізбен бірге болды дейді бәрекелді. Оған дейін бізбен бірге болды. құрметті Орын тыңдаймыз.